Кейде ең жүйрік жеңбейді. Кейде шындық кеш келеді. Ал кейде әділет мүлде болмайды. Бұл сұрақтың жауабын бір ғана шығарма бере алады. Бұл қазақ әдебиетінің шоқтығы биік асыл мұрасы. Құлагер поэмасы ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып, кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Жүректен туған шындық. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз, алаңсыз жүрген ақан сері, адам сенгісіз, сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін? Ол еркіндікті сүйген сері. Бірақ қоғам оны түсінбеді. Ол өз заманынан озып туған еді. Оның жан серігі құлагер. Желден жүйрік, бірақ кейде жүйрік болу қауіпті. Бір күні атақты Сағынайдың асы беріледі. Бүкіл ел жиналып, жүйріктер бәйгеге қосылады. Намыс пен атақ сынаулар күн туады. Бәйге басталды. Далады бірге толады. Құлагер қара үзіп алға шығады. Жеңіс ақан серге жақындай түседі. Жүйрік озған сайын адамдардың ниеті өзгереді. Қызғаныш қастыққа айналды. Кекшіл батыраштың құлагерге жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Құлагер мақсатына жете алмады. Құлагер құлайды. Бұл тек тұлпардың өлімі емес. Бұл өнерге жасалған қиянат еді. Бұл ақанның қайғысы. Бұл халықтың шындығы. Бұл әділетсіздікке қарсы үн. Құлагер өткен тарих емес. Ол адам жанының ақ. Бүгінгі қоғамның айнасы. Талантты қызғаныш жеңген жерде әділет жоқ. Сондықтан Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын оқу өткенді тану ғана емес, адам болмысы туралы болады. Оқып көріңіз, бәлкім сіз де ақан серінің үнін естірсіз.